Сәлем, сіздермен бірге қысқаша фильм арнасы. Бүгін мен сіздерге «В заперти» фильмі туралы айтып беретін боламын. Фильм басы дәрігерлер тобы бір әйелге шұғыл операция жасаумен басталады. Кейінірек ол аурухана төсегінде дұға етеді. Ал санитар оған мүгедектер арбасына келіп, ол жеке бөлмеге жіберіледі. Онда инкубаторда өте кішкентай нәресте жатыр. Шала туылған қыз. Әйел баланың одан әрі аман қалатынын білмей жылайды. Мәтін мен аритмия, гемохроматоз, астма, қант диабеті, паралич деген не екенін түсіндіреді. Кейінірек мектеп жиналысын көреміз. Онда бір әйелдің баласының өсіп ересек өмір сүре бастағанын, оған қатты алаңдайтынын айтып жатқанын көреміз. Әйел онсыз өмір сүру мүмкін емес деп ойлайтынын айтып жылайды. Әңгіме фильмнің басында көрсетілген әйел Дианаға қарай ауысады. Ол өте сабырлы көрінеді. Ол қызы Хлояға 17 жыл бойы қамқорлық жасайды, және де ол қазір колледжге түсуге дайындалып жүргенін айтып жатыр. Диана оның қызында бәрі жақсы екенін айтады. Ол Хлояның үйден бірде-бір рет шықпағанын, сөйте тұра қоғамдық жерге тез үйренетініне өте сенімді. Диана Хлояның ақылды және күшті екеніне, оған кездескен қиындықтарды толық жеңе алатынына өте сенімді. Жиналғандар Диананың сенімділігіне аздап таң қалады. Әрі қарай Диана мен Хлояның үйінде будильник шырылдап жатыр. Оянған Хлояның жас әрі сүйкімді қыз екенін байқаймыз. Оянғаннан кейін аяғы сал болып қалғаны белгілі болады. Ол өзін арбаға өздігінен жылжытады, дәретханада қатты жөтеледі. Денесіндегі қорқынышты бөртпелерге жақпамай жағады. Бірақ осындай қиындықтарға қарамастан ол мұны табиғи түрде күнделікті жасайды және таңғы ас кезінде анасымен сөйлеседі. Тіпті көңілді көрінеді. Диана да қызының өміріне белсенді қатысады. Оған қант диабетіне қарсы инъекцияларға көмектеседі. Сондай-ақ қызмен бірге гимнастикамен айналысады. Аяқтарына жаттығу жасайды. Сондай жаттығу кезінде Диана Хлояның аяғының рефлексивті түрде дірілдеп тұрғанын байқайды, бірақ бұл туралы ол оған ештеңе айтпайды. Кейінірек қыз анасы тағайындаған пәндер бойынша өзін-өзі оқытумен айналысады. Ол қайтадан дәретханада өзін нашар сезінеді. Содан кейін Хлоя міндетті таблеткаларды ішіп, оқуын жалғастырады. Қыз колледжден қабылдау туралы хатты күтеді, бірақ ол әлі жоқ еді. Кешке қарай Хлояның денсаулығы жақсарады. Ол анасына оны қуана айтады. Ол бүгін өзінің рекордын жаңартты, және оның қандағы қант деңгейі қалыпты. Әрі қарай Хлояның бір құрылғыны жинақтағанын байқаймыз, бірақ ол сәтсіздікке ұшырады. Ол анасына, егерде телефоным бар болса, дұрыс ақпаратты білу оңайырақ болады деп шағымданады. Және ұйықтар алдында анасынан міндетті таблеткалардың жаңа партиясын алады. Түнде анасының қолындағы виносы бар бөтелкесімен Хлояның бұрынғы бала кезіндегі ескі жазбаларын қарап қуанғанын, кенет содан кейін оның бетіндегі эмоцияның басқаша ауысқанын байқаймыз. Келесі күні Диана шоппингпен қаладан келеді, және келгеннен кейін қоңырауға алаңдап кетіп қалады. Осы уақытта Хлоя әкелген кәмпиттерді қуанышпен қарап жатқанын көреміз. Алайда ол Хлояға емес, анасына тағайындалған біртүрлі таблеткалар бар көпіршікті де көреді. Және бұған қатты таң қалады. Ұйықтар алдында Хлояға анасы қайтадан таблетка береді, және кенеттен бұл таблетканың сол қаптамадан екенін байқайды. Қыз анасынан неге оның таблеткаларын беріп жатқанын сұрап ештеңе түсінбейді. Диана қызына қандай да бір сылтаумен түсіндіріп, тақырыпты аударып кетіп қалады. Хлоя дұрыс түсінбей анасынан тағы да бір рет жауап алады. Диана бұл әлі де қызының таблеткалары екенін, ол жерде бұл басқаша шығарылады, және жапсырмалар қалай болса солай жапсырылады деп алдап жібереді. Сөйтіп Хлоя бұған сенгендей болады. Алайда таңертең қыз осы бір түрлі таблетканы көргенде күмәнданды бастайды. Ол үйдегі гаджеттің көмегімен сөредегі күдікті таблеткалардың қаптамасына жетеді. Бірақ содан кейін үйге біреу келіп қалады. Бұл пошта болды, және Хлоя оны бірінші болып алу үшін есікке барады. Бірақ анасы үлгеріп келіп почтаны ол алып кетеді. Бірақ таблетка пакетіндегі тригоксин жазуын оқып қалады. Бірақ банка сыртындағы этикеткаға қараса, Хлояға арналған дәрілер деп жазылған. Бірақ бұл жаңа этикетка ескі этикетканың үстіне жабыстырылғанын, астында Дианаға арналған деген жазу бар екенін байқайды. Бұл жолы ұйықтар алдында анасының көз алдында таблетка ішкенімен,
Диана кеткеннен кейін Хлоя күдікті таблетканы түкіріп тастайды. Түнде қыз компьютерге ақырын кіріп таблеткалардың атын жазады. Алайда интернет кенеттен жоғалып кетеді. Алайда біз Диананың ас үйде отырып, қызын қараңғыдан бақылап отырғанын көреміз. Жаңа таң Хлоя үшін дәретханада тағы да аурумен басталады. Бірақ ол анасының интернет провайдерлермен байланыс орнату үшін телефонмен сөйлескенін естиді. Бірақ олар оны жөндеуге ұзақ уақыт кететінін айтады. Хлоя түнде 3D принтерден ақпарат іздеуге тырысқанын айтып, сондықтан ол интернеттегі қиындықтар туралы білетінін айтады. Хлоя телефон арқылы тригоксиннің не екенін білуге тырысады, бірақ дәріхана номері бойынша ол Диананың танысына соққанын түсінеді. Анықтамада ол автоматты көмекшіге түседі. Ол ұзақ уақыт бойы сіздің қоңырауыңыз біз үшін өте маңызды деген әуенді тыңдауға тура келеді. Содан кейін қоңырау ақылы болады және есепшот келеді дегенді естіп, Хлоя дүрбелеңмен телефонды тастайды. 99 цент төлемеу үшін ол кездейсоқ номерді теруге тырысып, бірақ оны телефон спамы деп қателескен зұлым адаммен байланысады. Ол ар жағында әйелімен ұрсып жатыр еді. Мен қайырымдылық үшін ештеңе сатпаймын, менің тізімнен алып тастау үшін қанша рет айттым деп Хлояға баса көктейді. Жоқ, бұл қайырымдылық қор емес деп Хлоя оны тыныштандырып үлгереді және өзіне көмектесуін сұрайды. Сөйтіп ол Google'дан тригоксинді неге ішетіні туралы біліп береді. Тригоксин жүрек аурулары үшін қолданатыны екені белгілі болады. Хлоя одан таблеткалардың қандай түсті екенін сұрайды. Ол кісі кішкентай қызыл таблеткалар екенін айтады. Бұны естіген Хлоя тағы да дүрбелеңге ұшырайды, себебі ол жасыл және ақ капсулаларға толы дәріні қабылдап жүреді. Ол не болып жатқанын түсінбейді. Кешке Хлоя анасына киноға баруды ұсынады және ол келіседі. Сөйтіп таңертең Хлоя барлық жасырын таблеткаларды өзімен бірге алып кетеді. Бұл дәрілерді әрі соңғы уақытта қабылдамай жүреді. Олар кинотеатрға барады. Фильм кезінде Хлоя дәретханаға шығып кетеді. Ал өзі таблеткаларды анықтауға көмектеседі деп үміттеніп, жақын маңдағы дәріханаға қарай жүгіреді. Бірақ онда тұрған кезектегі адамдар өте көп еді. Алайда Хлоя мүгедектер арбасына таңылғаннан кейін оны кезексіз өткізіп жібереді. Ол дәріханашы апайдан бұл қандай таблеткалар деп сұрайды. Егер бұл дәрілер анаңыздың атына тағайындалса, менің оны атауға қақым жоқ деп жауап береді. Алайда содан кейін таблеткалар олардың итіне тағайындалғаны белгілі болды. Хлоя таң қалды, себебі оларда ит жоқ еді. Таблеткалар аяқ-қолды босаңсытатын қасиетке ие екен. Хлоя бұл дәріні егер адамдар қабылдаса не болады деп сұрайды. Дәріханашы таң қалады. Сол уақытта дәріханаға Диана кіріп келеді. Соңғы секундта дәріханашы апай аяқтар сал болып қалуы мүмкін деп айтып үлгереді. Мұны естіген Хлоя дүрбелеңге түседі. Диана жан жағындағы адамдардан тынышталдыруға көмектесіңіздерші деп Хлояға инъекцияны егіп үлгереді. Хлоя нокаутқа түседі және Диана оны үйіне алып кетеді. Үйге келгесін Диана жағдайдан шығудың жолын табуға тырысып аздап үрейленеді. Диана осындай ситуацияларда Хлояны тыныштандыру дұрыс деп ойлап, Google'дан нейротоксини туралы таңертең қарайды. Хлоя есін жиып, оның бөлмесінде қамалғанын біледі. Ол анасын сөйлесуге көндіруге тырысады, бірақ содан кейін үйде көлік жоқ екенін көреді. Хлоя құлыпты ашады. Бірақ міне тосынсый есікте шүберекпен жабылған. Қыздың өз жоспары бар. Ол ұзын электр ұзартқыштарды алып, аузына су толтырып терезеден шатырға шығады. Ол онда басқа терезеден басқа терезеге қинала барып, аузындағы суын шашып жібереді. Ол терезені сындырып үлгереді және анасының бөлмесіне жасырынып кіреді. Бірақ содан кейін Хлояның демікпесі ұстап бастайды және жанында ингаляторы жоқ еді. Іс арасында анасының жатын бөлмесінде телефон көрсетіледі және оның сымы алдын ала кесілген еді. Хлоя бөлмесіне қарай жорғалап, оның құлпын ашады. Содан кейін сол жерден ингаляторды тауып алады. Ол анасын оңбаған деп атап және арбамен қашуға дайындалып жатыр еді. Өкінішке орай анасы көтергіштен сымдарды жұлып тастаған еді. Хлоя арбаны төмен түсіреді, содан кейін өзі құлап, одан әрі қарай жүреді. Оның үсті-басының бәрі қанға боялған, бірақ аяқтары мен қолдары бәрі орнында. Содан кейін ол саусақтары мен башпайларын қозғалта алатынын байқайды. Хлоя қуана жиналып үйден шығады. Ал Диана болса үйге келе жатыр. Оның көлігінде құрылыс дүкенінен алынған оралған пакет жатыр.
Музыканың даусынан бұл пакетте жақсы ештеңе жоқ екенін білеміз. Хлоя тас жолға асығады, бірақ кенеттен келе жатқан көлікті көріп, бұталарға жасырынуға бел буады. Алайда бұл пошташы еді, және Хлоя көп ойланбастан келе жатқан көліктің алдына қарай атып шығады. Хлоя оны құтқаруды сұрайды және бәрін пошташыға түсіндіреді. Диананың көлігі сол жерде жолға шығады. Пошташы Хлояны фургонның артына жасырып, анасымен сөйлесуге барады. Алдымен ол Диананы қызына жібермейді, бірақ Диана оны ұрлады деп айыптаймын деп, және 911 нөміріне қоңырау шалғалы тұрғандай кейіп танытады. Барлық сендіруіне қарамастан пошташы тавандап тұрып алады. Милицияның алдына барамыз деп айтады. Диана, жарайды, фургонның артынан еріп жүремін деп келседі. Бірақ өзіндік жоспары бар еді. Сөйтіп пошташы аздап қыралығын жоғалтқанда ол инъекцияны сұғып үлгереді. Пошташы құлай кетеді. Сөйтіп Хлоя тағы да Диананың қолында. Қыз өз үйіндегі жертөлеге қайтып келеді. Жертөле қоқысқа толы. Жертөледен университеттен қабылданғаны туралы хат табады. Содан кейін Хлоя ашуланып, айқайлап бәрін құлата бастайды. Осы уақытта Диана пошташының денесін жасырып, ол кенеттен жертөледе қанды із қалдыра бастайды. Хлоя Диана деп жазылған біртүрлі қорапты көреді. Ол оған жетуді қалайды, бірақ арбаның қозғалысы шектейтін тізбекпен бекітілгенін анықтайды. Шектеу арбада ғана еді. Хлоя қорапқа жорғалап барады. Онда көптеген фотосуреттер мен құжаттар бар. Хлояның бала кезіндегі суреттері, видеолары, онда ол еш қиындықсыз жүріп жүр. Кенеттен Хлояның қайтыс болғаны туралы куәлік алды. Ол құжатта қыздың туғаннан кейін бір күнде өмір сүрмегені белгілі болды. Сондай-ақ ол жерде Эбигейл атты нәрестенің перзентханадан ұрланғаны туралы үзінділер. Сондай-ақ оның азап шеккен ата-анасының суреттері бар. Әрі қарай бізге кинодан кадрлар көрсетіледі. Диана баласынан айырылып қалып, содан кейін сол перзентханадан кейін басқа баланы ұрлайды. Диана жертөлеге кіріп, Хлояның бәрін білетінін түсінеді. Ол бәрібір оның анасы екенін және оны нағыз ата-анасынан құтқарғанын айтады. Диана мұның бәрін тек сен үшін ғана жасаймын деп мәлімдейді. Хлоя жүре алатынын және қалыпты тыныс ала алатынын және бөртпемен де ауырмағанын айтады. Диана оны осы уақытқа дейін ауырғанына сендіруге тырысады. Хлоя анасына сен мені уладың деп айта бастайды. Бірақ Диана бәрін ұмытуды сұрап аузын жаптырып тастайды. Және өмірімізді бұрынғыдай қайта бастаймыз деп жасанды демалдыратын аппаратты оған қарай сүйрей бастайды. Диана оған қандай да бір улы қоспаны айта бастайды. Хлоя бұған одан мұны жасамауын өтініп жатқанда, Диана шприцке қара сұйықтықты жинай бастайды. Хлоя өлгісі келмейтінін айтып айқайлап, арғарай жорғалап қашады. Хлоя қоймаға тығылып қалады. Диана есіктің сыртынан бәрі жақсы болады. Бұның бәрін ұмытып кетесің. Және де кейін оған қайтадан қамқорлық жасай аламын деп уәде беріп, оны сендіруге тырысады. Диана кілтті тауып есікті ашқанда, Хлоя таблеткаларды тауып алып, оның барлығын ішіп тастайды. Енді оны құтқару үшін 911 нөміріне қоңырау шалу керек. Бұл Хлояның айласы болатын. Қыз құса бастайды. Диана қызын құшақтайды. Дәрігерлер Хлояның өмірі үшін күресіп жатқанын көреміз. Ол аурухана бөлмесінде есін жинайды. Оның тамағы түтіктермен жабылған. Осы кезде Диана дәрігерді оған қызды беруге көндіруге тырысады. Заң бойынша, егер пациент өз-өзіне қол жұмсау әрекеті болса, оны анасына бере алмайды екен. Хлояға бүгін психологтармен сөйлесуге мүмкіндік береді екен. Диана Хлояның палатасының жанына жақындағанда, Хлояда паникалық атака басталады. Сөйтіп дәрігерді шақыратын батырманы дереу басып дәрігерден қалам сұрайды. Дәрігер оған карандаш береді, ал Хлоя әрең жазуға тырысады. Сол аралықта дәрігерді шұғыл іс бойынша басшылық шақыртып алады. Ол жерде бәрі дүрбелеңге түсіп жатқанда Диана аппараттан Хлояны ажыратып, жолға алып қашып шығады. Лифтте Диана Хлояның көңілі қалғанын түсінетінін айтып, бірақ енді мұндай қайталанбайды деп уәде береді. Бұл өте қорқынышты естіледі. Дәрігер оралып, қызды ұрлағанын анықтап, анам деп жазылған жазбаны тауып алып дабыл қағады. Диананың қолында револьвер бар. Жолды эскалатор жауып тастаған. Диана шығу жолын іздеп жатқанда Хлоя өзінің университетінің жарнамасын көріп қалады. Бұл оны арбаның тежегішін аяғымен ұстап қалуға итермелейді. Диана мұны көріп есеңгіреп қалады.
Хлоя, қазір мен саған мұқтаж емеспін деп айтады. Сөйтіп тұрғанда Дианадан қаруды тастауды талап ететін күзет пайда болады. Сөйтіп оған ата бастағанда ол лестницадан құлайды. Хлоя эскалатордың биіктігінен анасының денесіне қарап тұрады. Арада 7 жыл өтіп кетті. Хлоя әлі де мүгедектер арбасымен қозғалады. Бірақ таяқпен аздап болса да жүре алады. Алдағы уақытта жақсы жүріп кетуіне мүмкіндік бар деп айтып отыр. Және жақсы жерде жұмыс істейді. Ол Рождествода қызын атасы мен әжесіне жіберетінін айтады. Яғни Хлоя өзінің биологиялық ата-анасын тапқан. Ол мұның барлығын психиатриялық клиникада Диананың төсегінің жанында өзінің өмір туралы айтып отыр. Ол аман қалған, бірақ түрі нашар көрінеді. Соңында Хлоя, міне ұзақ сөйлестік, деп қолындағы бірнеше таблеткаларды алып, Дианаға аузын ашуды сұрап, мама, сені жақсы көремін деп аяқтайды. Осымен фильм аяқталады. Құрметті көрермен, сіздерге көп рахмет. Фильм туралы өз әсеріңізді жаза кетіңіз. Барлығына жақсы күн тіледім.